Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 80-ші сабақ заттың қимылын білдіретін сөздер тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабақтағы бірінші жаттығу суреттер бойынша мәтін құра дейді. Ана қарлығаш ұясына келді. Ұяда ашыққан балапандар аузын ашып жем сұрап отыр. Қарлығаш жерден құрт тауып алып, оны балапандарына әкелмек болған кезде ұядан бір балапан құлап кетеді. Анасы ол балапанды жалғыз өзі көтере алмай жатқанын әкке қарлығаш көріп, дереу көмекке келеді. Сөйтіп екеуі балапанды ұяға орналастырады. Қарлығаштар өте қамқор құс екеніне менің көзім тағы да бір рет жетті деп мәтін құрадық. Балалар, енді осы екінші жаттығуды орындаймыз, 109-шы беттегі суреттердің ретімен жоспар құрып айт. Балалар, енді осы құраған мәтініміз бойынша біз жоспар құраймыз, Жоспар: бірінші, қарлығаштың 3 балапаны, екінші, балапанның құлауы, үшінші, ұясына оралған балапан деп біз осы мәтін бойынша жоспар құрап шықтық. Балалар, сіздерге біздің құраған мәтініміз және де жоспарымыз ұнады деген ойдамын, және де түсінікті болды деген ойдамыз. Олай болса, үшінші жаттығуға көшеміз. Сөйлемдерді тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жаз. Бұл жерде балалар сөйлемдер берілген, нүкте, үтір қойылмаған. Олай болса, біз керек жеріне нүкте, керек жеріне үтірін қойып, сөйлемді қатесіз көшіріп жазамыз, Қарлығаш пайдалы құс. Нүкте қоямыз, сөйлем аяқталды, себебі. Одан кейін, нүктеден кейін міндетті түрде бас әріппен жазамыз. Ол ағаштарды зиянды жәндіктерден қорғайды. Сөйлем аяқталды, нүкте қоямыз, Олай болса, балалар, осы біздің жазған сөйлемімізді қатесіз дәптерлеріңізге көшіріп жазып алыңыздар. Міндетті түрде көркем жазыңыздар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Ал егер де каналға тіркелмеген болсаңыз, Зерек бала 2 каналына жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.